Джек Лондон, киш туралы аңыз, әңгіме. Сонау бір ертеде мұзды мұхиттың жағасында киш деген бала өмір сүріпті. Ол өз аталастарының көсемі болып, көп жылдар бойына бақытты да бақуатты тұрмыс кешіпті. Оны өлгенде де елі қатты құрметтеп еске алып, оның есімін өз халқы аузынан тастамайтындай аңызға айналыпты. Киштің тым ертеректе өмір сүргендігі сондай, оның аты тек көне ақсақалдардың ғана жадында сақталыпты. Киштің аты жөні және оның істеген істері туралы аңызды сол үлкендердің өзі жас кездерінде өздерінің аталарынан естіген сияқты. Енді бұлар да кейінгі жастарға балын тамызып айтып берген. Ал олар да қартайғанда өздерінің ұрпақтарына, онан кейінгі немерелері мен шөберелеріне айтады. Сөйтіп, бұл әңгіме бірден бірге жаңғырып айтыла бермек. Қыстың сағызша созылған ұзақ күндерінде де аспаннан жапалақтап қар жауып, тірі жан сыртқа шыға алмайтындай, мұз айдыны үстіндегі терістіктің тентек желі азынауын қоймаса да, жұрт киш туралы аңызды естуге жалықпайтын көрінеді. Ауылдағы ең кедей үйде дүниеге келген баланың осынша атақты адам болып, өз халқының қадірменді көсемі дәрежесіне дейін қалай жеткендігін тамсана жеткізетін. Киш тумысынан шымыр денелі өжет, қайратты бала болыпты, деп басталады аңыз. Ол күнді бар болғаны 10 рет көріпті. Терістікте уақытты осылай есептейді екен. Өткені жыл сайын қысқа күн жылт етіп тез жоғалып кетеді екен де, жердің беті түнеріп, қараңғылық құшағына енеді екен. Сол жоғалғаннан күннің көзі келесі жылға ғана жаңадан шығып, жер бетін жылытып, адамдарда бірін-бірін сонда ғана көреді екен. Киштің әкесі ержүрек, батыл аңшы болыпты. Ол бір аштықта өз аталастарының өмірін сақтап қалу үшін ойда жоқта үлкен ақ аюмен жекпе-жек шығып алысып жүріп, сол жыртқыштың тырнағына ілініп қаза тауыпты. Бірақ аюды да жайғастырып кетіпті. Аюдың еті орасан мол болыпты да, соның етімен бүкіл ауылдың тұрғындары сол жолы аштықтан аман қалыпты. Киш сол ержүрек батыл аңшының жан дегендегі жалғыз ұлы екен. Әкесі өлгеннен кейін шешесімен екеуі оңаша қалыпты. Жұрт оның әкесінің небір ерлік істерін көп ұзамай-ақ ұмыта бастайды. Киш болса әлі жас, шешесінің қолынан не келмек. Содан да бұларды жұрт елей бермепті. Ел көзінен елеусіз қалған олар әбден кедейлікке ұшырап, ауылдағы ең тұрмысы нашар күйге түседі. Бір күні кешке қарай Клошкван дейтін көсемнің кең үйінде болып жатқан мәжіліске Киш ойламаған жерден кіріп келеді де, өзін үлкен адамдарша байсалды ұстап, сол байсалды ұстаған қалпы орнынан тұрып, үлкендерді у-шу айтыстың басылуын күтеді. Сонан соң, мен шындығын айтар болсам, деді ол. Шешеммен екеуміз рас, өзімізге тиесілі ет беріледі. Бірақ ол көбінесе тісіміз өтпейтін шандыр боп шығады. Сүйегі де жетерліктей, дейді. Бұл сөзді жақтырмаған жиында отырған аңшылардың үлкендері де, кішілері де түгелімен өре-түре келеді де, бұл не деген бассыздық. Қаршадай баланың үлкен адамша сөйлегені былай тұрсын, тіпті бетің бар, жүзің бар демей тепсініп тұр ғой, деп оны қатты жазғырады. Бірақ Киш олардың бұл сөздеріне онша мән қоймай, айтар сөзін тайсалмай әрі қарай соза түседі. Менің бұлай дейтін себебім, менің әкем Боқтың атақты аңшы болған мен жақсы білемін. Әкемнің бір өзақ аңды жақсы ұстайтын екі аңшының олжасынан кем әкелмейтіндігін, және әкелген етін өз қолымен ауылдағы ең нашар қаусап отырған шал мен кемпірлерге дейін әділ бөліп беріп тұратынын өз көзіммен көргенмін. Және ол кісі сол берілген еттің тиесілі адамдардың қолдарына тиюін қадағалап отырғандығын да осы отырған жұрттың бәрі де біледі, дейді. Бұған жыны келгендер мына оңбағанды, дейді кіжініп. Қуып жіберіңдер үйіне. Ұйқысын қандырып алсын алдымен. Осы тірлікпен айналысып, сақал шашы ағарған үлкен адамдармен жағаласып сөйлеуге кім ерік берді бұған, деп ашу шақырады үлкендер жағы. Бетінен қайтпаған бала аспай-саспай жұрттың абыр-дабырын, басылуын тағы күтіп тұрып, бәрінде отбасыларың бар, дейді. Сен әйелің үшін сөйлеп тұрсың, ук-лук. Сенің де әйелің бар,
шешең де бар. Массук, сол екеуі үшін сөйлеп тұрсың. Ал менің шешемнің менен басқа ешкімі жоқ. Міне, мен сол үшін де сөйлеймін. Менің айтпағым, әкем Бок өзінің халқы үшін өлді. Сондықтан оның баласы мына мен, және менің шешем, оның әйелі, Акига, ауылда ет барда тамақтан тарықпау керек. Сондықтан өзімізге тиесіні алып отырсақ дұрыс болар еді. Мен Боктың баласы Кишпін. Бар айтарым осы. Ол өзін аузына келген сөздерімен балағаттап жатқан жұрттың абыр-дабырын байыппен тыңдап, жайғасып орнына отырды. Қаршадай баланың беті шылп етпестен тепсінуін, деп міңгірледі қарт Уккулук. Бұл не? Бізге енді ана сүті аузынан кеппеген балада жөн жосық айтатын болған ба? Деп салды даурыға сөйлеп Массук. Мен және осындағы отырған ересек еркектер, мына үлесімді бер деп тұрған жодырықтай баланың қорлығына қалай ғана шыдаймыз. Осы сынды ашулы сөздер үсті-үстіне үдей түсті. Олар бара-бара кешке үйіңе тезірек бар да ұйықта. Ендігәрі мұндай қылық жасама, тіпті ерегіссек те бермей қоямыз. Оның үстіне реті келсе көзіңе көк шыбын үймелетіп сабаймыз деп қорқытты. Оған Киш қорыққан да жоқ. Қайта көзі жайнап, беті қып-қызыл боп алабұртып кетті. Бұл сияқты қорқытулар мен қорлау сөздерін естігеннен кейін орнынан қайтадан ұшып тұрды да, тыңдаңыздар ағайын деді. Сосын сәл тыныстап, қашан сіздер өздеріңіз маған келіп, Киш, сен бізге өз сапарыңды айтсаң дұрыс болар еді. Сенің сөзің орынды сияқты. Біздің тілегіміз осы деп сұрамайынша мен сіздердің мұндай жиындарыңызға ендігәрі бір ауыз сөз де айтпаймын. Осы отырған бәріңіздің де естеріңізде болсын. Бұл менің ақырғы сөзім. Менің әкем Бок атақшы аңшы болған. Мен де аң аулауға шығамын. Сөйтіп, етті өзім-ақ табамын. Бұдан бұлай естеріңізде болсын. Көресіңдер, менің әкелгенім әділдікпен бөлінеді. Сонда мына қазіргі сендер сияқты әлді еркектер етке тойып күпті болып, іштерің сыздап, ыңғыранып жата алмайтын боласыздар әлі. Ал ана жетім жесірлердің бірде-бірінің көз жасын көл қылып, жылағанын көрмейтін боласыңдар. Сөйтіп бүгінгі күні біреулерді зар жылатып, оның сыбағасын жеп жүргендер қарабет болады әлі. Мен Кишпін. Айттым бітті, солай болады. Киш сол тістенген бойы алды-артына қарамастан үйден атып шыққанда, қалған жұрт оның артынан мысқылдай күліп, келеміз деп жатты. Ертеңіне ол мұзды мұхит жағалауына жалғыз жүріп кетті. Көргендер бір иығына әкесінің үлкен найзасын асынып, екінші иығына садағын іліп, ұшына үшкір сүйек кигізілген көптеген жебелерін артынып бара жатқанын байқап қалады. Бұл жөніндегі өсек аяңда әжуа күлкі де аз болмаған сияқты. Шынында да, бұл бұрын соңды болмаған оқиға еді. О заманда бұл заман, мұндай кішкентай баланың аңға шыққаны алғаш рет еді. Және өзінің батылын қарай көр. Жападан жалғыз кетіпті. Жұрт бастарын шайқап, мұның ақыры жақсы болғай деп, алдын ала болжағансып жатты. Ал әйелдер болса, Акиканың қобалжыған жүзіне аянышпен қарап, мүсіркегендей боп жатыпты. Қобалжыма, ол көп кешікпей келеді, деп әйелдер Акиканы жұбатқан болып, мейлі, барса барсын. Не қиратар дейсің? Қайта бұл оған жақсы сабақ болады, дейді аңшылар жағы. Өзі де көп жүре алмас. Қайта басы тасқа тигендей жуасып, енді бәсең сөйлейтін болады әлі. Бірақ ол алған бетінен қайтпады. Бір күн өтті, 2 күн өтті. 3-ші күні алай-түлей боран соқты. Киш әлі жоқ. Акика бір пәлеге ұрынбағай деп қайғырудың белгісі ретінде бетін теңіз мысығының майымен майлап тастады. Әйелдер жағы еркектеріне кіп-кішкентай баланы ренжітіп көрер көзге өлімге айдадыңдар деп кінәлады. Еркектер әйелдеріне тіл қатпай, іштей боран басылысымен баланың сүйегін іздеуге даярланды. Келесі күні таңертең Киш ауылға аман сау жетіп келді. Ол ұялас таппайтындай болып қайтыпты. Иығында жаңа ғана сойылған аңның еті бар. Киш елге көңілдене дауыстап, кеудесін көтере сөйлеп, «Ау, еркек ағайындар, иттерің мен шаналарыңды алып менің соңымнан еріңіздер. Сіздерге бір күн жүруге тура келер. Онда сіздерді мұз айдынында
көп ет күтіп жатыр. Аюдың бір кірекейі мен үлкен екі баласын ұстағам, соны алып қайтайық деді. Акика қуанғаннан алдымен жылап жіберіп, сосын баласын құшақтап аймалай берді. Киш анасына тап бір үлкен адамдай: болар енді, анашым, жүріңіз, одан да тамағымызды ішейік. Содан кейін мен жақсылап ұйықтап демалайын, әбден шаршадым деп қояды. Содан кейін ол үйіне келіп, тамаққа әбден тойып алып, бас көтерместен тәулік бойына ұйқыға кетеді. Оның сөзіне жұрт алдымен онша сенбейді, күдіктеніп, біреуі алай деп, біреуі бұлай деп жатты. Ақ аюды аулау бұл өте қауіпті іс. Ал баласымен бірге жатқан аюға қарсы бару нағыз аңшыға 3 есе ауыр. Тіпті одан да зор деуге де болады. Киш сияқты қаршадай бала жалғыз өзі осыншама істі бір өзі атқарды дегенге еркектер тіпті де сенген жоқ. Бірақ әйелдер жағы Киштің әкелген етінің аюдың қонжығының жас еті екендігін ашық айтты. Бұл күдіктілердің үнін өшіретін нағыз даусыз дәлел болып шықты. Ақыр аяғында еркектер улап-шулап етті алып келуге кетті. Егер ол бұл жұмысты шынымен ақ атқарған болса, баланың ісі белгілі ғой. Сол аюлардың терісін сыпырып, сол замат ботарлап кетуді ол білмейді дейсің бе деп даурығысты олар. Солтүстікте аңды өлтірісімен терісін сыпырып, етін сол замат бошалап тастау керек. Әйтпесе ет қатып қалады да, нағыз өткір деген пышағыңыздың өзі батпайтын болады. Ал 300 қадақтай аюды шанаға бір өзі салып, кедір-бұдыр мұздың үстімен сүйрету оңай шаруа емес. Бірақ сілтеген жерге келгенде өлтіргені рас па, өтірік пе деп күдіктеніп сенбей келген олар. Аю мен аюдың қонжықтарын Киш тек өлтіріп қана қоймай, тіпті нағыз аңшылардың тәсілін қолданып, аюдың терілерін сыпырып, әрқайсысын 4 бөлікке бөліп, ботарлап қойғанын көрді. Киштің құпия сыры осылай басталды. Оның ел таңданарлық тамаша істері күннен күнге арта берді. Келесі жолғы сапарында бір жас аюды сұлатыпты. Содан кейінгі сапарында үлкен бір аюдың мақаты. Қазақта еркегін осылай атайды: кекірейін, ұрғашысы деген сөз. Жайластырған. Әдетте ол ауылдан 3-4 күндік жерге кететін. Кейде қарлы далада бір жұма бойына жоғалатын кездері де болды. Ол аңға қасына адам ертпей жалғыз кететін. Ел бұған қайран қалатын. Опырау, бұл өзінің қолынан қалай келіп жүр мұның бәрі деп бірінен бірі сұрап таң қалатын. Тіпті ол жанына ит те ертпейтін. Ал ит дегеніңіз аңшыға ең сенімді серік емес пе десетін. Бір күні Клошкванның батылы жетіп Киштен: сен неге аюды ғана аулайсың деп сұрады. Киш болса оған байсалдана жауап берді: аю етінің көп болатынын елдің бәрі де біледі емес пе деді. Дегенмен бұған сенбеген жұрт мұның бір сиқыры бар деген сапсың сөзге ерік берді. Бұған әлде бір құпия біреу көмектесіп жүр десті біреулер. Содан соң жолы болмай қайтсын. Сондай сиқыр күштің көмегі болмаса, ол мұндай істі өмірі атқара алмас еді. Бәлкім ол әлде бір сиқыр емес, әкесінің әруағы шығар көмектесіп жүрген десті тағы біреулері. Оның әкесінің атақты аңшы болғанын жұрттың бәрі де біледі. Мүмкін сол әкесінің әруағы болар желеп-жебеп жүрген. Ол өте сақ, шапшаң, әрі кәнігі аңшы болатын. Сол шығар бәлкім баласына дем беріп жүрген. Кім білсін деп таңданысты ел. Әйтеуір кім көмектессе де бір құпиясы бар рас. Әлде тіпті өзіне Құдай осындай қабілет бергенде шығар. Қысқасы, Киштің табысы күннен күнге арта түседі. Енді бұрынғы бұған күлетін аңшылар Киштің табысын ауылға тасумен жүрді. Киш өзі тапқан етті өте әділ бөлетін болды. Әкесі сияқты ол да енді нағыз кедей жандарға қала берді. Қаусаған кемпір шалдарға өзіне тиісті бөлігінің дұрыс берілуін қадағалап жүрді. Өзіне де тек керегінше ғана қалдыратын болды. Халық оны тек сыйлап қана қоймай, елден ерекше құрметтей де білді. Бір жағынан қаймығатын да елдің көпшілігі енді Клошкван қарт өлгеннен кейін оны көсем етіп тағайындайық деп те салды. Сөйтіп Киштің даңқы асқандығы сонша жұрт оны жиынға қашан келер екен деп асыға күтетінді де шығарды. Бірақ ол өз бетімен ол жиынға бармады. Ал жұрт оны шақырып келтіруге бетінен басты.
Бір күні кеш Клошкван бастаған аңшылар тобына мен енді өзіме жаңа үй салып алғым келеді. Анамыз Акика екеуміздің тұратын жеріміз кең әрі жайлы болу керек деп шештім дейді. Сол да сөз болып па, деп аңшылар қоштай кетеді. Кеш оларға, бірақ менің бұл жұмыспен айналысуға уақытым жоқ. Менің жұмысым аң аулау. Үй салсам оған бар уақытым кетеді. Менің ойымша, осы ауылдың адамдары менің әкелген олжама ортақтасып жатыр ғой. Сондықтан маған үйді осы ауылдың еркек әйелдері жабылып салып берсе дұрыс болар еді дейді. Қысқасы, тамаша үйде салынып болады. Үй кештің өзі ойлағаннан да бетер зәулім үй болады. Бұл үй тіпті Клошкваның үйінен де кең болып кетеді. Кеш шешесімен жаңа үйге көшеді. Күйеуі Бок өлгеннен бері Акиканың жаны жай тапқаны осы еді. Осынша алғырлығымен, ер жүректігімен аты шыққан тамаша аңшы баланың шешесі Акика тек жақсы үйде ғана рахат ғұмыр кешіп тұрған жоқ. Ол енді ауылдағы ең ардақты ана қатарына да қосылады. Ауыл әйелдері енді одан ақыл сұрай келетінді де шығарыпты. Олар өзара бір нәрсеге келіспей қалса да, немесе күйеулерімен сөзге келіп қалса да, Акика үй деген, Акика бүй деген деп оның қарапайым қағидалы сөздерінен мысал келтіретін де болыпты. Кештің бұл таңғажайып аңшылық сыры елді таң қалдыра түседі. Ауыл жұрттың сөзі тек сол жайлы ғана болады. Бір күні бұл сөздерге күйіп кеткен Уккулук кешке бетпе-бет келіп, сенің істеп жүргенің барып тұрған сиқырлық, мұныңды қашан қоясың деп тиіседі. Ал басқалар да кейде, сенің шынында да бір сиқырлығың бар шығар, сыртта жүргенде саған әлде біреу көмектесетін шығар, айтсаңшы, деумен болады. Оларға, мен жаман ет әкеліп жүрмін бе, дейді кеш. Сол етті жеп осы ауылда ауырған адам бар ма? Жоқ, олай болса не шаруаларың бар? Бұл жерде не зияны бар? Бұл тек іштерің күйгендіктен шығарып жүрген әңгімелерің, басқа ештеңе де емес, деп тойтарып тастайды. Уккулук ұялғаннан тайып тұрады. Әйелдер жағы оның артынан күлкіге ерік береді. Бір күні кешке қарай өтетін жиында мұны көп талқылаған кейін жұрт мынадай тоқтамға келеді. Кеш аңға шыққанда соңынан ізін аңдытып бір-екі адам жіберейік. Олар кештің аңды қалай аулайтынын бақылап қайтсын десті. Міне, енді кеш келесі аңға шыққанда ауылдағы ең мықты деген жас аңшылар Бим мен Боун оның соңынан ереді. Кешке көрінбеу үшін неше қилы айла жасап, өте сақтықпен жасырынып еріп отырады. Олар 5 күн дегенде қайтып оралады. Бет әлпеттерінде бір түрлі таңдану белгілері бар. Олар келген бетте өздерінің көрген білгендерін дереу айтқысы келіп, шыдай алмай тұрғандығы да сезіліп тұрады. Олар да дереу Клошкваның үйіне тезінен жиналып, Бимге сөз берілдеді. Ағайындар деп бастайды ол өз сөзін. Сіздердің айтуларыңыз бойынша кештің соңына түстік. Біз өте сақтықпен абайлап жүрдік. Кеш бізді сезгенде жоқ. Сапарымыздың бірінші күні. Түс кезінде ол бір аюдың кірекейіне кездесті. Бұл өте үлкен аю еді. Дей бергенде, одан үлкен аю болу мүмкін емес, деп Боун Бимнің сөзін бөліп жіберді де, әрмен қарай өз сөзін жалғай түсті. Аю оған қарсы шапқан жоқ. Қайта мұз айдынының үстімен бетін басқан жаққа қарай бұрып, жайбарақат өз бетімен жүре берді. Бір жағадағы жартастың тасасынан бәрін көріп тұрдық. Бізге бәрі де ап-анық көрініп тұрды. Өйткені аю тура бізге қарай беттеді. Кеш оның артынан еріп отырды. Кештің бойында одан құрттайда сескену деген болған жоқ. Қайта аюға қолын бұлғап, жан тәнімен қатты айқайлап ұрысып келеді. Сонан соң ақырында аю ашуланып, артқы аяғымен тік көтеріліп, қатты ырылдады. Ал кеш беті қайтпастан оған тура жүгіріп барды. Я, деп енді мұның сөзін Бим іліп әкетті. Кеш тура аюға қарсы жүрді. Аю да оған жынданып қарсы ұмтыла бергенде, ол қаша жөнелді. Қашып бара жатып мұз үстіне кішкентай домалақшаны тастап жіберді. Ал аю болса сәл тоқтап, домалақшаны искеледі де жұтып жіберді. Кеш болса мұз үстіне жаңағыдай кішкентай домалақшаларды
лақтырып одан әрі жүгіре берді. Аю оның соңынан жүріп отырып, ол тастаған домалшыларды теріп жеп отырды. Сол кезде айнала отырған аңшылар бұл сөзге сенбей әр тұстан дабырлай бастады. Ук-улук отырып, бұл сияқты бос сөзге тіпті де сенуге болмайды деді. Біз өз көзімізбен көргенімізді айтып отырмыз, деді Бим. Я, шынында да солай болды. Өз көзімізбен көрдік деп, Бимнің сөзін Боун қоштай жөнелді. Содан кейін бір мезетте аю өне бойын тік көтерді де, жан даусымен қатты ыңырсып, алдыңғы аяғын сермеп, өз денесін өзі ұрғыштай бастады. Ал Киш болса мұздың үстімен әлі қашып барады. Бірақ енді аюдың онымен ешқандай да ісі болған жоқ. Соры қайнап өзімен өзі болды. Өйткені жаңағы кішкентай домалақшалар оның ішін күйдіре бастағандай. Я, ішін күйдіргендей болды, деп сөзге енді Бим килікті. Өйткені ол өзін өзі тырналап, асыр салып ойнап жүрген аюдың баласындай біресе секіріп, біресе сырғанап мұздың үстінде ұршықта үйрілді. Мұның ойын емес, жанын жай таптырмайтын бірдеңе екендігі аюдың ыңырсып ырылдағаннан көрініп тұрды. Өмірімде аюдың мұндай күйінішін көргенім жоқ. Я, аюдың мұндай күйінішін еш уақытта көрмегеніміз рас, деп іліп ала жөнелді Боун. Аю да тіпті үлкен екен. Бұл нағыз сиқырлық қой, деді күбірлеп Ук-улук. Бұл жағын білмедім, деді Боун. Мен сізге өз көзіммен көргенімді айтып отырмын. Біраз уақыттан кейін аю кенет әлсірегендей болды. Өйткені ол жан тәнін салып, өзінің өте ауырда үлкен денесімен қайта-қайта секірді ғой. Аю ол жақ, бұл жағына ақырын ғана басын шайқап, жағаның бойымен ілбіп жүре берді. Кейде отыра қалып, қайтадан ыңырсиды, мұңайып қыңсылайды. Киш оның соңынан ерді. Біз Киштің соңына ердік. Сөйтіп, сол күні бойы және содан кейінгі 3 күн бойына ұдайымен осылай жүріп отырдық. Аю барған сайын әлсірей түсіп, әлдененің зардабынан ыңырси берді. Бұл нағыз сиқырлық, сөз жоқ, нағыз сиқырлық, деп күжілдеді тағы Ук-улук. Мүмкін болса болар, дей бергенде Боунның сөзін Бим бөліп жіберді де, өз сөзін одан әрі жалғастыра жөнелді. Аю өзінің ізімен шыр көбелек айналып, ілгері кейінді сенделе берді. Сөйтіп ақыр соңында Киштің оған алғашқы кездескен жеріне келді. Бірақ аю әбден әлсіреп тынған, тіпті жылжуға да мүмкіндігі болмай қалған. Сол кезде Киш жанына жақындап келді де, өз шанышқысымен шаншып өлтірді. Ал содан кейін не болды, деп сұрады Клошкван. Содан кейін Киш аюдың терісін сыпыра бастады. Біз Киштің аңды қалай аулағанын сіздерге дереу жеткізу үшін ауылға қарай жөнелдік, деді Бим. Кешке жақын әйелдер жағы шанаға салып, сол үлкен аюдың етін алып келді. Ал ол кезде еркектер әлі жиында отырған болатын. Олар үйінің табалдырығын аттар аттамастан кешке жиынға келуін өтініп, хабаршы жіберді. Бірақ Киш бармады. Өзім қарным ашып, әбден шаршап келдім. Қайта олар біздің үйге келсін. Қанша адам болса да сияды ғой осында, деп шақырушыны қайтарып жіберді. Киштің аң аулау тәсіліне жұрттың есі кеткендігі сонша, бастығы Клошкван болып, бір адамдай тік көтеріліп Киштің үйіне қарай шұбырды. Киш аңнан қарны ашып келіп, тамағын ішіп отырса да, оларды құрметтеп қарсы алды, және өз тәртібімен жастарына қарай рет-ретімен отырғызды. Акика баласының бұл құрметін іштей жақтырмаса да, сырттай сыр білдірмей қабылдады. Киш жайбарақат отыра берді. Клошкван Бим мен Боунның айтқан сөздерін бастан аяқ тегіс қайталап шықты да, сөзінің аяғында түсін суытып, Кишке қарап, ендігісін өз аузыңнан естігіміз келіп отыр. Олай-бұлай бұлтартпай шыныңды айтатын бол. Оның сенің барып тұрған сиқырлық емес пе, деді. Киш оның жүзіне қарап, бір мырс етіп күліп алды да, «О, Клошкван», деді. «Кішкентай бала сиқырлық дегенді қайдан білсін? Сиқырлық баланың жұмысы емес. Мен ол жайлы ештеңе де білмеймін. Мен аюды қайтып, оңай өлтірудің әдісін таптым. Бар болғаны осы. Мен мұны сиқырлық деп жүргенім жоқ. Ақылыммен тапқан өз әдіс айлам деп жүрмін. Бұл әркімнің де қолынан келеді. Я, әркімде істей алады.
Жиналғандар ұзақ уақыт үндемей бір-біріне аң-таң қарап қалды. Киш асықпай саспай тамағын жей берді. Сен бұл айланың мәнін бізге айта аласың ба? Деді біраздан кейін Клошкван тыныштықты бұзып. Өзінің сөзінің соңында даусы дірілдей. Жақсы, айтсам айтайын. Бұл айла тәсілімнің сырын, деді де Киш қолындағы сорып отырған кемік сүйекті тастай беріп, орнынан тұрды да, бұл айла тәсілім тіпті оңай. Міне, қараңдар, деді. Ол кит мұртының жұқа қабыршығын алды да, отырғандардың барлығына жеке-жеке көрсетіп шықты. Қабыршақтың ұшы инедей үшкірленген. Киш сол қабыршақ мұртты уысына сиятындай етіп шайыршақтап орады да, дереу алақанын жазып жіберіп еді. Киттің мұрты лезде жайылып сала берді. Сонан соң Киш бір түйір киттің майын алды. Міне, деді де ол, бір түйір киттің майын аласың да оның арасын қуыстайсың. Содан кейін осы қуысқа шиыршықталған жаңағы ұшы өткір киттің мұртын нығыздап тұрып саласың да, тағы бір түйір майды алып сонымен бекітесің. Содан соң оны далаға аязға қойып қатырасың. Сонда ол кішкентай ғана қатқан домалақша болып шыға келеді. Аю болса сол кішкентай домалақшаны жұтуға әуес. Ол ішіне барғаннан кейін майы еріп, киттің мұрты еркін жазылып, ішекке тікенше қадала түседі. Аю аласұра бастайды. Әбден қалжырайдау деген кезде жанына барасың да шаншып өлтіре саласың. Міне менің айла тәсілімнің бар сыры керек болса, дейді. О, деді Уккулук. Деді Клошкван. Содан кейін олар өзді-өзімен күбірлесіп, түсініскен боп жатты. Киштің де бұл айла тәсіліне олар бас шайқасып, әбден разы боп тарқасты. Сонымен сонау ерте замандағы солтүстік мұзды мұхитының жағасында өмір кешкен Киш туралы аңыз әңгімеміздің мәні осындай болды. Ол мұны сиқырлықпен істемеген еді. Ол өзінің ойлап тапқан әдіс айласы болатын. Сондықтан да ол өзі ең кедей отбасынан шықса да, өз ақылымен жол тауып, ауылдағы ең алғашқы аңыз бала атанған болатын. Ол өзі өмір сүрген ортада, яғни қанша ғұмыр кешсе де, аталастарының құрметіне бөленіп өткен жан. Оның заманда бірде-бір жетімің де, жесірің де, не қауқарсыз кембір шалдарың да аштықтан азап шекпей, осылай мәре-сәре боп өткен екен дейді. Аударған Сейфулла Оспанов, оқыған Жиғасқан.